Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеода панкреатит кезінде қанша рет тамақтану керек? Панкреатит кезіндегі астан ауыз тию туралы айтамын. Ұйқы безінде ас әр 4 сағат сайын қорытылады. Ең тиімді ас ішу мезгілі бұл таңғы сағат 8 бен кешкі сағат 8 аралығы. Және айта кетерім, таңғы ас алдында жарты сағат бұрын лимон қосылған ыстық су ішкен өте пайдалы. Ең тиімді уақыттар ас ішетін бұл сағат таңғы 8, одан кейін түсте сағат 12-де, түстен кейін сағат 16:00-де және кешкі 20:00-де. Ауыз тию болса, одан бас тартқан жөн, себебі күні бойы бір нәрседен, мысалы печеньеден ауыз тию, ұйқы безін тітіркендіреді. Ұйқы безіне асты қабылдаған соң тыныштық керек себебі. Қорытындылай кететін болсақ, әр 4 сағат сайын тамақтаныңыз. Ас ішкенде басты тағамды ішесіз, одан кейін бірден ауыз тиесіз, мысалы печенье, мармеладтан болсын, және де бірден сусын ішесіз. Оның барлығын бөлек жасау, жеу, яғни ішу, бұл ұйқы безіңізді тітіркендіреді. Ас ішу аралығында, яғни таңғы, түскі, кешкі және бесін астардың аралығында тек жылы су ішкен өте пайдалы. Және де асты тым тойып ішпеңіз. Бүгінгі айтар кеңестерім осы. Егерде осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Рахмет.